Сәлем баршаңызға, сіздерді ораза айының басталуымен құттықтаймын. Бүгін оразаның бірінші күніне арнап, сіздермен осындай кешкі астың рецептімен бөліспекшімін. Төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен осындай ыдысқа бір жұмыртқаны, тұзды және 150 мл жылы суды құйып, жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Біз ең бірінші бұл тағамды дайындамас бұрын қамырын дайындап алатын боламыз. Кешкі ас сізге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Енді мінекей суды құйып, тағы да бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осы массаның үстіне ұнды електен өткізіп, 400 грамм ұн қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып, жарты сағатқа қалдырып қоятын боламыз. Қамырымызды илеген кезде қолға жабыспайтындай қамыр болуы керек. Мінекей осылай бетін жауып қойып қоятын боламыз. Енді кезекте біз пиязды ұсақтап турап, 4 бұрышты турап, фаршымызға қосатын боламыз. Мен үлкенірек 2 пияз қолдандым. Сіздер шағын пияз қолдансаңыздар, 3-4 пияз қолдануға болады. Фарш 500 грамм фарш болса жеткілікті. Қыздар, бұл тағамды мен қазір қазанға жасаймын. Егер майлы қаламасаңыздар, өздеріңіз мантаваркаге жасасаңыздар да болады, яғни буға пісіріп алсаңыздар да өте керемет болады. Мінекей бізде дайын болды, осылай қойып қоямыз. Енді қызып тұрған қазанға азғана майды құйып, пиязды салып, жақсылап қуырып, оның үстіне ірілеу етіп туралған сәбізді салатын боламыз. Сәбізді, картопты міндетті түрде ірілеу етіп қосқан дұрыс. Қандай көкөніс бар? Бұрыштар, баклажан қосуға да болады, бірақ мен сәбізбен картоппен жасадым, сонда да өте дәмді болды. Картопты да салып, жақсылап қуырып, үстіне тұз, бұрышымызды салатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Мінекей қуырып алғаннан соң дәміне қарай тұз, бұрышымызды салатын боламыз. Басқа да дәмдеуіштерді қосуға болады, бірақ біздің отбасымыз бұндай артық дәмдеуіштер қосқанды ұнатпайды. Сол себептен тұз, бұрышпен ғана шектелемін. Және де бір шай қасық томат пастасын қосамыз. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей жақсылап қуырылып болғаннан кейін осы салмамыздың бетімен бетпе-бет етіп қайнап тұрған су құятын боламыз. Жақсылап аз ғана 5-10 минут қайнатып аламыз да, бетіне жаңағы 3 бұрыштарымызды салып бастайтын боламыз. Мінекей осылайынан тізіп, қатарластырып
үшбұрыштарды саламыз. Оның бетіне тағы да осылай бір қатар салып болғаннан кейін оның бетіне тағы да үшбұрыштарды салуға болады. Осылай қазанға салып болғаннан кейін 30 минут ақырын отта пісіріп алатын боламыз. 30 минуттан кейін бірден табақтарыңызға түсіріп алыңыздар. Егер 30 минуттан кейін отты өшіріп қойып қоятын болсаңыздар, ол бұғып қалады да бірінің үстіне бірі тұрып қалатын болады. Міндетті түрде піскеннен кейін табаққа осылайынан түсіріп алыңыздар. Міндетті түрде сіздерді жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Егер жасап жатсаңыздар, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Төмендегі подписаться батырмасын басып, комментарийға өз пікірлеріңізбен бөлісіп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. ютубтағы қазақша контентті дамыту үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз.